Не? Сендер менің басым қатыра бермеңдер олай. Келіскен 20 миллион соманы аударыңдар. Сен сияқты алаяқтарсыз-ақ менің клиенттерім жетеді. Сендер менің кім екенімді ұмытқансыңдар ғой деймін, ә? Қалада ақ дегенім алғыс, қара дегенім қарғыс. Керек десеңдер мына фирмаларыңмен бірге сатып алам. Екінші кәрі жолы шомыңдар. Ау, анашым. Я, кидім. Шайымды іштім. Я, құжаттарын бәрін түгелдеп алдым. Ой, уайымдамасаңшы. Немерелеріңіздің қарны тоқ. Кеше ғана айлық алғам. Ой, керек емес, картошка, пияз, барлық азық-түліктер түгел үйде. Жарайды, анашым. Бетіңізден сүйдім. Не болды, Фазеке? Анаңыз ба? Я. Анашым ғой. Осылай күніге қадағалайды. Әлде сізді кішкентай баладай көреді екен де сонда? Аналарыңыз үшін біз әр қашанда кішкентай боламыз ғой. Жалпы түсінікті ғой. Біздегі мынау жұмыс істемейтіндердің бәрін құрту керек. Ондай нансоғарлар бір тиынға да қажет жоқ. Көп ақша тапқысы келеді, бірақ жұмыс істегісі келмейді. Тапқан екен ондай ақымақты. Менде ақша, дүние жетеді. Бірақ мен жұмыс жасайтындарға ақша беріп үйренгенмін. Солай. Кешегі мәселелер бойынша не болып отыр? Ол мәселелердің бәрі толығымен шешілді. Мердігер компаниялар қажетті құралдармен толығымен қамтамасыз етілді. Енді объектілердегі құрылыс жұмыстары толығымен басталып, берілген мерзімде бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Ол жағы дұрыс болған екен онда. Мына жиһаздарды қашан ауыстыратын болдыңдар? Білесіңдер ғой, мен 1 жылдан артық қолдануым келмейтінін. Бүгін түс қайта жеткіземіз деген. Жарайды онда. Басқа сұрақтарың болмаса, бара беріңдер, жұмыстарыңыз істеңдер. Айтпақтай, бүгінгі кездесулердің бәрін ертеңге қалдыршы. Шаршадым. Оның үстіне кешкісін маңызды кездесулерім бар еді. Жарайды. Бір нәрсе айтқың келіп отыр ма? Аз-маз қаражат керек болып тұрған еді. Бітпеген бір шаруалар бар еді, бітіріп тастасам. Жеке шаруалар ма, әлде компанияның мәселелері бойынша ма? Жеке шаруалар ма? Қанша керек еді? Бір 3 миллиондай болса. 3 миллиондай? Барда бухгалтерден ала бер. Сұрағаннан кейін майдаламай 2 миллион, 3 миллион деп қомақты сұрамайсыңдар ма? Енді қанағат қоймай, қанағат. Жақсы, рахмет. Бамонт қайдаш? Сол жақта бір досыммен кездесуім бар еді. Болды, Фазеке. Сіз жеткізіп салып қайта берейін ба, әлде сол жақта күтейін ба? Так, бара көре жатармыз оны.
Солай Фазеке. Қаланың бәрін болмаса да бір шетін тіреп тұрмыз ғой. Оған ешқандай күмәнің болмасын. Бәрекелді мәке. Мақтануға тұрарлықтай жағдайың болса, мақтанғанға не жетсін? Әрине. Мана, телефонда шырылдап. Қаладағы менмін деген депутаттың өзі звондайды. Ақыл сұрайды. Осы ғой, бір демалайын десең, тыныштық бермейді ғой. Өткенде жердің мәселесі не болды? Соны тезірек шешу керек еді, адамдар күтіп қалды. Ой, Фазеке, шешеміз ғой, уайымдамашы. Жұмыстың кезіндегі нәрсені жұмыста айтсаңдаршы. Бүгін бір демалайық та бір. Жарайды, айтпасақ айтпай қояйық. Сенің де, өзім де миымды аштып. Бүгін бір демалсақ демалайық. Жоқ, бәрекелді. Мына басқа әңгіме. Ай, мыналар тағы звондап жатыр ғой. Кім? Жауап берсе? Ей, бір компанияның директоры ғой. Қазір телефонды алатын болсаң, мазаңды алады. Ананы не істейміз, мынаны не істейміз. Шаршатты ғой бұлардың бәрі ғой. Телефонға тыныштық жоқ десе болсын. Айтпа. Оңшең жаңа депутат, әкім, бизнесмендер шаршат жерде бар ғой. Бірақ дегенмен де менде арман жоқ шығар. Айтқаныңды істейді, сыйлайды. Одан артық не керек? Иә, ол да мүмкін. Арманың жоқ болса жоқ шығар. Әге білмейді. Анашымыз онда отыр. Ау, анашым. Иә, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Іштім. Иә, кешкі тамағымды ішіп алдым. Уайымдамасаңыздаршы. Бір жерде отқан едім. Жұмыс жайла. Кешікпей барам ғой. Не болды, мәке? Көңіл күйің түсіп кетті ғой. Анаң ба? Иә, анашым ғой. Әлі осы күнге дейін мені қадағалап, тамақ іштің бе, қарың тоқ па деп қадағалай береді. Негізі Фазеке, мына менде емес, сенде арман жоқ сияқты. Анашым деген жазуды көргенде жүрегім тоқтап қалғандай болды. Марқұм анам есіме түсіп, енді маған қоңырау шалмайды ғой деген ой санамды есеңгіретіп тастады. Ешқандай да әкімнің де, депутаттың да, байлығы тасыған бизнесменнің де қоңырауының, анаңның балам қалайсың деген бір ауыз сөзінің алдында көк тиында құны жоқ екенін түсінгендей болдым. Фазеке, сен бақыттысың. Сенде арман жоқ. Анаң аман болсын. Әмин. Әрине бақыттымын. Анашым ол таусылмас қазынам. Баға жетпес байлығым. Жер бетіндегі ең асыл, ең ол адам. Ол менің анам. Құрметті достар, осы біздің қазақша фильм сіздерге ұнаған болса,
біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің ой-пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Ал біз сіздер үшін әр апта бір кино жасауға уәде береміз.